Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен өте дәмді және қолжетімді заттардан жасалынатын керемет салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ал кеттік. Дәл осындай керемет салат жасайтын боламыз. Дастарханыңыздың көркін ашып, барлығына ұнары сөзсіз. Алдымен бізге керегі көкөністеріміздің барлығын жуып тазалап дайындап алдық. Қияр, баклажан, қызанақ, түрлі түсті перецтер, яғни менде сары мен қызыл түстісі. Алдымен баклажанымызды осылай үлкен-үлкен етіп турап аламыз. Осылай үлкендікте тураймыз, қатты майда болып кетпесін, себебі біздің баклажан қуырылған соң кішірейіп қалады. Осылай барлығын турап алып, үстіне біраз қасық шамасында тұз салып, егер кукурузный крахмал болса, кішкене салып, араластырып бір 20 минут, жарты сағат шамасында қалдырамыз, кішкене суы шығу үшін. Сосын аздап табамызға май құйып, қызып тұрған табада баклажандарымызды қуырып аламыз. Мен 2 бөліп қуырдым және жоғары отта қызарғанша қуырамыз. Кішкене арасында араластырып тұрамыз, бір жағы күйіп кетпесін, сондықтан қызартырып қуырып алсақ жеткілікті. Қалған қызанақ қиярларымызды да турап аламыз, осылай үлкен-үлкен етіп тураймыз. Қызанақтың, яғни помидордың кішкене үлкендеу болғаны дұрыс, және қаттылау болғаны дұрыс. Міне осылай 2 рет бөліп, баклажандарымызды қуырып аламыз. Сосын сол табамызға кішкене егер майы аз болса, немесе майы таусылса, тағы да май құйып, пиязымызды үлкен-үлкен етіп, ірі-ірі етіп турап, 1 минут шамасында қуырамыз. Сосын оның үстіне түрлі түсті перецтерімізді, яғни болгарский перецтерімізді осылай ірілетіп турап, салып, жасыл, солай қызыл, сары түстілерін қолдансаңыздар әдемі көрінеді салатта. Бір 2-3 минуттай пісіріп, баклажанға саламыз. Пісіріп жібермейміз, қыздар. Тек қана осылай бір 3 минут шамасында қуырсақ жеткілікті. Сосын қызанақ қиярларымызды салдық. Көк пиязымызды осылай ірі-ірі етіп тураймыз. Бір бумаға жақын көк пиязмен де. Сосын кинзаны да қатты майдалап жібермей, осылай ірілетіп тураймыз. Ал енді соусын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 2 ас қасық қант, барлығы төменде берілген, дәл сол бойынша бір 2-3 ыдыс шығады, сондықтан көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Қант, тұз біраз қасық шамасында кетеді, дәміне қарай көресіздер. Соя соусы және бальзамический уксус қосамыз. Біздің қант, тұз еру үшін кішкене 1-2 ас қасықтай су қосып жіберуге болады. Жақсылап араластырамыз және біздің салатқа құямыз. Міне барлық заттарымызды салдық, чеснокты да майдалап қосып араластырамыз. Егер дәмін көріп, тұзы аз болса, аздап тұз қосып жіберуге болады. Араластырған соң, бір жарты сағаттан соң ыдыстарымызға салып, бетіне күнжіт сеуіп, дастарханымызға ұсынамыз. Көп осылай араласқан соң тұра берудің қажеті жоқ, суы шығып кетеді. Жасаған соң бірден дастарханға ұсына бересіздер. Мінеки біздің өте дәмді және қолжетімді заттардан жасалған салатымыз дайын. Бетіне күнжіт себуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған үміті астарыңыз дәмді болсын.